Саламатсыңдар ма оқушылар? Көңіл күйіміз қалай? Көңіл күйіміз жақсы болса, онда бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі біздің сабағымыз 4-ші бөлім, мультимедиа бөліміндегі дыбыс жазу тақырыбы. Ал енді оқушылар, өткен сабақты еске түсірейік. Біз өткен сабақта айналамыздағы дыбыстар тақырыбын өткен болатынбыз. Ал енді бәріміз бірге ойланайықшы, дыбыс дегеніміз не? Жарайсыңдар, дыбыстың қандай түрлері бар? Дыбыстың табиғи және жасанды түрлері бар екен. Мына қандай программа? Көріп тұрған суретте қандай программа берілген? Қайны ойланамыз? Жарайсыңдар. Компьютерде дыбыс жазатын программалармен танысасыңдар. Қане, бәріміз бірге ойланайықшы. Саған қандай әндерді тыңдаған ұнайды? Дыбыс жазбасын қандай құрылғылардың көмегімен тыңдап сақтайсың? Қане, бәріміз бірге ойланамыз. Ал енді, мына суретке қараңдаршы оқушылар. Бірінші суретте дыбыс құрылғыларының даму кезеңдері бейнеленген. Біз осы бірінші суреттегі құрылғыларды қазіргі таңда көргенбіз бе? Әрине, бұл құрылғылардың дыбыс құрылғыларының даму кезеңдері екен. Яғни, бұрынғы кезде біздің ата-бабаларымыз осындай дыбыс құрылғыларының көмегімен дыбысты тыңдаған және дыбысты жазған екен. Ал енді екінші суретке қараймыз. Екінші суреттегі дыбыс жазатын және тыңдайтын құрылғылар екен. Бұл екінші суреттегі құрылғылармен сендер таныссыңдар ма? Әрине, бұл суреттегі құрылғылар біздің барлығымыздың үйімізде бар. Және біз бұл екінші суреттегі құрылғыларды күнделікті көреміз. Кітаптан, суреттерден көреміз. Яғни екінші суретіміз дыбысты жазатын және тыңдайтын құрылғылар екен. Компьютерде дыбыстарды тыңдауға, жазуға және сақтауға болады. Дыбысты тыңдауға, сақтауға арналған программаның бірі WavePad деп аталады. Компьютерге дыбыстық жазбаны микрофон арқылы енгіземіз. Ал дыбысты динамик, колонка немесе құлаққап арқылы тыңдаймыз. Сонымен бірге дыбыстың белгілі бір бөлігін жоюға немесе өңдеуге болады. Дыбыс жазу программасын іске қосу үшін мына әрекетті орындаймыз. Іске қосу, пуск, барлық программа, все программы, WavePad. Және осы әрекетті орындаған кезде, мына көріп тұрғандағы суреттегідей біздің дыбыс жазу программамыз іске қосылады екен. Ал енді осы дыбыс жазу программасының терезесімен танысайық. Бірінші файлды ашу, open деп тұрған бірінші батырма. Екінші файлды сақтау батырмасы бар екен. Дыбысты қию батырмасы, дыбысты қою батырмасы, дыбысты жою, delete батырмасы. Яғни біз жазған дыбысымызды жойып тастауымызға да болады екен. Дыбыс деңгейі, ойнату уақыты, алға жүргізу, тоқтату батырмасы, ойнату батырмасы, жазу батырмасы және артқа жүргізу батырмасы. Біз алдыңғы тақырыпта айналамыздағы дыбыстар тақырыбын өткен кезде дыбыстың деңгейін өткенбіз. Мына жердегі суретке қарасаңдар, мына жерде дыбыс деңгейі деген батырма. Яғни бұл дыбыстың қатты шығуын немесе бәсеңдетуін білдіреді екен. Ал енді мына жердегі батырма дыбысты тоқтату. Ал мына жердегі ойнату, бұл батырмалармен біз алдыңғы сабақта танысқан болатынбыз. Ал енді практикалық жұмысты орындаймыз. Компьютерде WavePad программасын іске қос. Келесі командаларды ретімен орында. Жазу батырмасын бас. Микрофон. Мен екінші сыныпта оқимын.
цифрлық сауаттылық пәні маған ұнайды деген сөйлемдерді оқы. Тоқтату, стоп батырмасын басып, дыбыс жазуды тоқтат. Дыбыстық жазбаны файлға дыбыс веб атауымен сақта. Ол үшін файл қалай сақтаймыз? Сохранить как командаларын орында. Мені оқушылар, осы практикалық жұмысты біз қазір орындап көреміз. Ол үшін дыбыс жазу программасын іске қосамыз. Пусть іске қосу, все программы, барлық программалар, мені осы жерде веб-пад дегенді басамыз. Мені осы кезде бізге осындай терезе ашылады екен. Ал енді дыбысымызды жазамыз. Ол үшін жазу батырмасын басамыз. Мына жердегі қызыл дөңгелекті үстінен басамыз. Мен 2-ші сыныпта оқимын. Цифрлық сауаттылық пәні маған ұнайды. Ал енді мен дыбысымды жаздым. Енді осы жазған дыбысымызды естиміз, тыңдап көрейік. Мен 2-ші сыныпта оқимын. Цифрлық сауаттылық пәні маған ұнайды. Міне, біз жазған дыбысымызды не істедік? Тыңдап шықтық. Ал енді осы дыбысымызды сақтаймыз. Ол үшін save file as дегенді басамыз. Рабочий столдың бетінде, жұмыс үстелінің бетіне дыбыс деген атаумен істейміз, сақтаймыз. Сохранить. Ал енді жаңағы сақтаған дыбысымызды жұмыс үстелінің бетінен тауып алайық. Ал енді оны тыңдап көреміз. Мен 2-ші сыныпта оқимын. Цифрлық сауаттылық пәні маған ұнайды. Міне оқушылар, біздің жаңағы жазған дыбысымыз не істелінді? Сақталынды. Ал енді сабағымызды әрі қарай жалғастырайық. Суретпен жұмыс. Көпшілік ортада заманауи цифрлық құрылғылармен ән тыңдаудың ережелерін құрастырыңдар. Төмендегі суретке қарап, сурет бойынша көпшілік ортада заманауи цифрлық құрылғылармен ән тыңдаудың ережелерін құрастырайық. Кәне, бәріміз біркелкі ойланайық. Суретте көріп тұрған балақайлар не істеп жатыр екен? Дыбыс жазу құрылғыларын пайдаланып не істеп жатыр? Дыбыс тыңдап жатыр. Ал енді көпшілік ортада заманауи цифрлық құрылғылармен ән тыңдаудың қандай ережелерін білесіңдер? Құрастырамыз. Жақсы. Дыбысты не үшін жазып сақтауымыз керек? Жақсы ән мен әуен адамның көңіл күйіне қалай әсер етеді? Қайне ойланамыз. Жарайсыңдар. Оқушылар, жұмыс дәптеріндегі тапсырмаларды дәптерге орындаймыз. Бүгінгі сабағымыз сендерге ұнады ма? Егер сабақ сендерге ұнаған болса, осы сабақ бойынша кері байланыс береміз. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.